мінекей қалалық саяжай, адамдар демалып жатыр. Жаңбыр болды бүгін. Достар, қараңыздар, қандай керемет. Кейін аузында бір нәрсе бар, тамақ тапқан сияқты. Міне менің қасымда қазір тұр. Әне қашты. Өте сақ екен. Жан-жағына қарап, ары қарай жүгіріп кетті. Бұл қонақ үй. Міне бүгіндікке бір 4-5 рет жаңбыр жауған шығар. Жаңбырдан кейін ауа қандай таза болатындығын өздерін білесіздер. Шамалы сіркірейді, содан кейін тоқтайды, одан кейін тағы да жауады. Мынау енді жағалау, құмды екен. Қарағайлар жан-жақта толып өсіп жатыр. Шағала. Адамдар рахаттанып шомылып жатыр. Әрине тастары қадада жазып тастаған. Отбасылармен демалыс күні келуге таптырмайтын жер екен. Толқын. Қайтадан велосипедімізге барайық. Не көріп тұрғандай, бұл велосипед жолы. Осы жерде басталады. Мынау енді жаяу жүруге арналған жол. Мен осы жерге велосипед жолымен келдім. Бұл жаңағы қарағайдан түскен шишкілер толып жатыр жерде. Өте биік, түзу өседі қарағай ағашы. Шамалы былай сіздерге айналдырайын. Велосипед жоқ. Мына қонақ үйдің қасындағы жағажай. Бұл жерге негізі кіріп демалу үшін КПП-да тұрған қыз бала 2000 теңге төлеу керек деп айтты. Мен бірақ та тек түсіріп шығам дедім. Әрине 5 минутқа түсіруге ол қарсы болған жоқ. Мұндай жағажайдың қасында кішкентай балаларға арналған кішкентай ойын алаңы да бар. Жақтар бар бұл жерге. Жаңбыр сілкілеп тұр шамалы. Жалаң аяқ судың бетінде жүрмін. Қайтадан велосипедге отырып, қазір міне жолын кетіп бара жатырық. Қарсы беттен велосипедшілер келе жатыр.
самокатпен екен. Алдында бірақ велосипедпен ағайын өтіп барады. Бір қолмен телефон ұстап бара жатырмын, түсіріп. Жақсы салынған велосипед жолы. Түстен кейін мен Жұмбақтасқа баруды шештім. Көлікпен осы жерге келдім. Міне қараңыз, қандай тамаша тау. Жан жақтың барлығы қарағай. Таудың бетіне дейін шыққан. Міне осыны. Бір тастың үстіндемін. Және Жұмбақтастың өзі. Қайыққа бару үшін қайықпен баруға 6000 теңге. Өзін есіп барасың. Ал егер жарты сағатқа, ал егер катамаранмен баратын болсақ 5000 теңге. Бірнеше ағаймен келісіп, әрқайсымызға 1500 теңгеден шықты. Кетіп баратырық, жүзіп. Талай рет әртүрлі суреттерден көріп едім Жұмбақтасты. Енді мінекей осылай тірідей көруге бара жатырық. Су қатты салқын емес. Жан жақтан келіп жатқан адамдар көп. Жұмбақтастың өзі. Бұл кісілер де қыдырып келген. Служактар дейді. Фотоотчет өздерінше. Оғы, ана қыздар ана төбесі шығып алыпты ғой. Мына Жұмбақтасқа жалпы арнайы мінетін орны жоқ бұл жерде. Жабдықталмаған. Яғни тасқа тақап қайықты немесе катамаранды және бір шама биікте тұрған тасқа сіз көтерілуіңіз керек. Бұл жерде өте абай, сақ болу керек. Қайықты прокатқа беретін адамдардан сұрағанда жерде судың тереңдігі Жұмбақтасқа дейін 7 метр деді. Міне Жұмбақтастың үстіндегі әртүрлі граффити жазулар. Әрине бұл көркін бұзып тұр. Әйтсе де әркім видео, фотоға түскісі келеді бұл жерде. Достармен келген екен. Көкшетаудан сәлем деп қойсайшы. Сәлем, Ақтөбеге бәріне. Көлдің беті тып-тыныш.
екінші күні міне мен бір тауға шықтым. Міне осылай тасты астыға жіберсеңіз, түсем дегенше бірнеше дыбыс шығатынын байқадым. Көтерілу барысында бір тас осылай бірнеше рет ағаштарға тиіп төмен қарай түсті. Тауға шығуын шығасың ғой, бірақ түсуді де ойлау керек. Өте сақ болған жөн. Бірақ биіктен сондай тамаша көрініс ашылады. Мына сызықты көріп тұрсыздар ғой. Бұл жол. Осы жолдан мен былай қарай жоғары көтерілдім. Мынау не? Мұнда біреу болған екен. Қарағай. Ауа райы жақсы.
Сәкен Сейфуллин ағамыздың өлеңі есіме түседі. Арқаның кербес сұлу Көкшетау-ай, дамылсыз жуған бетін жауын, ерте кеш көшіп жүрген бұлттар, сорайды есен сауын, есен сауын. Хай лилила лила лия лилала лилайлымай, бір жұтсын Көкшетаудың жұпарынан, өлгенше құмар кетпес, құмар кетпес. Какой огромный муравей! Спуск. Так, мынау мох, мүк қазақша. Жұмсақ. Қайтадан орнына қояйық.